Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай дәмді әрі тойымды пигоди тамағын дайындауды үйретемін. Бір пиала жылы суға бір қасық қант, бір қасық ашытқы салып, араластырып көтерілгенін күтеміз. Оған дейін біз керек ұнымыз бен тұзды суымызды қамыр илейтін дайындап аламыз. Біздің ашытқы осындай болып көтерілді. Енді осыны ұнымызға қосып қамыр илеп аламыз. Жұмсақтығы осындай қамыр илейміз. Осындай қамыр иленіп болды. Енді бетін жауып, 1-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Енді салмасын дайындаймыз. Қазанға май құямыз. Тартылған ет. Қуырып аламыз етімізді. Еттің үстінен пиязды қосып қуырамыз. Пиязы кішкене жұмсарғанда үстінен капустаны салып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қуырып алып, жақсылап сосын дайын болғанша бұқтырып қоямыз. Капуста жұмсарып, барлығы толықтай араласып болғаннан кейін бетін жауып 15-20 минутқа бұқтырып дайын болғанша пісіріп аламыз. Қамырымыз ашып, көтеріліп дайын болды. Енді қазір кішкентайдан алып, жайып, салмасын салып, пигодимізді түйеміз. Ең алдымен қолымызды майлап аламыз, қамыр қолымызға жабыспас үшін. Сосын керекті мөлшерде қамырды аламыз, осындай көлемде болса жеткілікті. Кішкентай оқтаумен қатты жұқа етпей жайып, дөңгелетіп жайып шығамыз. Қолмен жайсақ та болады. İçine salmasın salamız. Tüyümüz. Tüygende bulay tüyümüz. Біреу дайын болды. Мен мына жақта қасқандарды алдын ала майлап дайындап қойдым. Осылай салып
қалған қамырларды осылай түйіп шығамыз. Міне осылай барлық пигодиімізді түйіп болдық. Салған кезінде арасын бір-біріне қатты жақындатпаймыз. Пісу барысында ісініп, пигодилар бір-біріне жабысып қалмас үшін. Енді жарты сағат қатты отта пісіріп аламыз. Осымен тамағымыз дайын болды. Қазір сіздерге ішін көрсетемін. Пигоди тамағымыз дайын болды. Қазір сіздерге ішін көрсетейін. Міне салмасы өте көп, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Балалар өте қатты жақсы көреді. Дәмі өте керемет болды.